Уәлихан мырза, күні кеше Ресей мен Украина арасындағы соғысқа тура 3 жыл толды. Осыдан 2 жыл бұрын берген сұхбатыңызда Ресей ыдырап жеңіле бастайды деген едіңіз. Қазір қандай ойдасыз? Тура сол ойдамын. Ойым өзгерген жоқ. Өйткені біз көріп тұрмыз, Ресейге халықаралық тарапынан, ұйымдар тарапынан, Европа мемлекеті тарапынан, Америка құрама штаттарының тарапынан сәл емес көп санкциялар қолданды, қабылданды. Ресейдің экономикасының түсуін біз байқап отырмыз. Мысалы, қазір доллардың, рубльдің бағасы құны түсіп кетті, басқа немен шетелдік валюталармен салыстырғанда. Сондықтан бұл меніңше тек уақыт шешетін нәрсе. Өйткені Ресей қалай болса да Украинаны енді жеңе алмайды, және де олар өзінің экономикасының қалай болса да құлайды. Оған ешқандай күмәні жоқ. Ресей туралы айтқан ақпаратыңыздың барлығы енді көбіне дауға айналып кетіп жатыр. Білеміз, есімізде өткен жылдың күз айларында айтқан бір мәлімдемеңіз, Қазақстан Ресейден өз жерін талап етуге құқылы деген едіңіз, кесіп айттыңыз. Осы сөзіңізден кейін Кремльдің Ресейдің біраз белсендісі өре түрегеліп қарсы шықты. Содан бері не өзгерді? Енді ол жалғыз мен ой пікірім емес, ол бүкіл қазақтардың ойы. Өйткені ол тарих. Біз тарихтан қаша алмаймыз. Өткенде Лавровтың Астанаға келген себептерінің бірі осы да болған тұғын. Өйткені олар қазақ тарихын басқаша, өзгеше бірге қосылып жазайық деген себебі осы да болып тұр. Өйткені олар өздері біліп жатыр, біліп отыр. Бұл өткен мен аталған жерлердің бәрі бұрын көне заманда, орта ғасырлар заманда, тіпті мына большевиктердің келуіне дейін, тіпті Кеңес одағының құрылғаннан кейін көп жерлері қазақтың жерлері болған. Оны олар өздері нақты біледі, оны біз де білеміз. Сондықтан ол келесі ұрпақтарға бұны қалай өзгертеміз, қалай басқаша сабақ, тарих үйретеміз деген себептер осы болып тұр. Тарихты басқаша жазу, бүкіл болған архивте жатқан құжаттардың бәрін жою, тек қана сол қазақтарды өздерінің несіне мүддесіне айналдыру болып жатыр. Сондықтан енді Ресей тарапынан олардың істеп жатқан мүмкін дұрыс шығар өздеріне, ал бізге бұл үлкен қауіп. Біз өз тарихымызды ұмытпауымыз керекпіз. Шын мәнінде мына өткенде мен аталған жерлердің бәрі ол қазақтың жерлері, ол қазақтың өзіміздің байырғы жерлері. Оны ешкім алып тасталмайды, ол Құдайдың берген жерлері. Сондықтан мен осы күйіндемін, осы тұрғыдамын, оны өзгермеймін де. Ол мен өзгеремін десем де, бәрібір оны тарих өзгертпейді. Ол құжаттарда бәрі жазылған, анықталған. Сондықтан бұл шын мәнінде ол қазақтың жерлері, бұл тарихы шындық. Осы туралы толығырақ айтсаңыз, біз секілді жас буынға қай жер дәл нақты қазақтың жері деп айтасыз? Алтайдан бастап, егер Қазақстан шекараларын айтатын болсақ, Алтайдан бастап, Ноғай Сібір, Омск, Түмен, Қорған, Сарытау, Астрахан, осының бәрі Орынбор облысы, осының бәрі қазақтың жерлері болған. Тіпті мына совет большевиктер билікке келген өзінде де Орынбор облысы ресми түрде Ленин заманында, Ленин тұсында, Сталин тұсында ол қазақтың астанасы болған. Қазақтың бірінші құрылтайы сол Орынборда өткен. Қазақ Алаш автономиясы құрған құрылтайы, съезі сол жерде өткен. Біздің Алаштың арландары сол жерде жиналған. Бүкіл қазақтың жерлерден, аумақтан келген делегаттар сол Орынборда кездескен. Орынборда бірінші құрылтай өткізген. Ол жерде қазақ автономиясының ресми құжаты қабылданған. Сондықтан бұл қазақтың жері, оған орыстардың, Ресейдің ешқандай дау болмасын. Бәрібір тарих ол өз орнына бәрін қояды. Ол мысалы Орынбор туралы не үшін алып тастады? Өйткені біз қазақтың башқұрттармен, татармен ешқандай байланысы болмасын. Өйткені олар да мұсылмандар, олар да түркі халық, олар қазақтармен енді бір қандеп айтуға да болады. Мысалы көріңіз бе, біздің
тамырларымыз бәрі бірдей, тілдеріміз бірдей, дініміз бірдей, дәстүріміз бірдей. Сондықтан осыны айырту үшін олар Орын облысты бізден алып қойған. Бірақ ол қанша уақыт алады ол мен айта алмаймын, бірақ дегенмен түбінде мына Башқұртстан, Татарстан, мына түрік елдерінің бәрі ол біздің өзіміздің қазақтың ықпалына келеді бұл. Жақсы, демек жалға алып қайтармай қойған деуге толық негіз бар дейсіз ғой? Бар, енді тарихи негізі бар ғой. Уәлихан мырза, соңғы кездері біздің қоғам белсенділері Ресей, Украинадан кейін Қазақстан мен Молдоваға соғыс ашу мүмкін деген сондай алып қашпа әңгімелерді көп айтып жүр. Өзіңіз не дейсіз? Мен оған ешқандай күмәнім жоқ. Егер Украина жеңілетін болса, онда әлбетте олар Молдованы басып алады. Молдовадан кейін Прибалтиканы, Балтық елдерді басып алады, одан кейін Қазақстанға кіру мүмкін. Бірақ Қазақстанға олардың шамалары келмейді, өйткені бізде бір жағынан түрік елі бар, мемлекеті бар, мына жақтан Қытайлар бар, төмен жақта өзбектер, өзіміздің жаңағы бауырластарымыз бар, тіпті Европа бар, Америка құрама штаттары бар. Сондықтан олардың Қазақстанға тістері батпайды және шамалары келмейді. Қалай болса да мына бір қазақ, меніңше мысалы, орыстың әскерімен салыстыратын болсақ, бір қазақ орыс әскерінің 100 жауынгерлерге тұрады. Олардың бізге күштері жетпейді, рухтары жетпейді, шамалары жетпейді, экономикасы да жетпейді. Сондықтан әрине қауіптенуіміз керекпіз, әрине дайындалуымыз керекпіз. Өйткені неғұрлым біздің әскеріміз күшейетін болса, соғұрлым Ресейдің сөздері біте бастайды. Ондай әңгімелерді олар доғара бастайды. Ал егер біздің әлсіздігімізді көретін болса, біздің экономикамыздың құлап жатқанымызды, әлсіреп ақсандап жатқанымызды көріп тұрса, әрине олар біздің қазақтың жерімізге қол сұғады. Оған ешқандай күмәнім жоқ. Тіпті мына Қарағанды, Астанаға дейін жерлерді алып кетеміз деген оларда ой бар. Ой еш жаққа кеткен жоқ. Ресейдің шовинистердің сөздерін, қылықтарын, саясаттарын біз білеміз. Оған біз дайын болу керекпіз. Қалай болса да Ресеймен соғысқа Қазақстан дайын болу керек. Соғысамыз ба, соғыспаймыз ба, ол бөлек әңгіме. Бірақ біз өзіміз дайын болу керекпіз. Әскерімізді күшейтуіміз керекпіз. НАТО-дан қару-жарақтар сатып алуымыз керекпіз. Өзіміздің қару-жарақ оқ дәрмендерді жасайтын заводтарды, фабрикаларды ашуымыз керекпіз. Оңтүстікке қарай мысалы сол жақта орнатуымыз керекпіз. Қалай болса да өзіміздің ең бірінші өзімізге сенуіміз керекпіз, өзіміздің әскери күш-жігерімізге сенуіміз керекпіз. Одан кейін жаңағы өзіміздің союзниктер ғой, соларға сүйену керек. Мен ұстаным осы, егер біздің әскеріміз, әскери күшіміз егер жеткілікті болатын болса, оған Ресей де қол сұқпайды, Қытай да қол сұқпайды, ешкім тісі батпайды біздің қазақтарға.